Ayt, артыңнан ұрғызып тұрған кім сен? Қандай дәрежеге жеттің? Кім сөйлетіп тұр? Сен Мұқағалиді оқыдың ба? Оқыдың ба? Бірақ мысал айтайын. Жаның күйзеліп, осы рухани бір жалғыздыққа, любой Мұқағалидің кітабын ортасын аша салсаң, сол жерде сенің жаныңа да неме қылады. Киеге ұшырадың. Мұқағали Мақатаев жалпы жалғыз ете беретін сорлы еркек болады ғой, вот сондай. Бүгін менің туған күнім ойпалай, мына адамдар неге жатыр тойламай дейді. Сен білек, бірінші жасасайшы туған күніңді, біз барамыз ғой. Айтады, бүгін менің туған күнім ойпалай, мына адамдар неге жатыр тойламай, банкет жасап берер едім өзім-ақ тәңірдің бір жартпай қойған. Причем тут Құдай? Сенің туған күніңнің, үстеліңнің жайылып тұруының барлығы да Құдайға байланысты ма? Өзің жаса еркексің ғой, не үшін отырсың мына жерде? Мұқағали қара өлеңнің киесі. Қара өлеңнің киесінің иесіне шабуыл жасалуы мәдениетіміз бен әдебиетімізге жасалған қастандық деп білеміз. Қазақ елі, мен барша осы бір қазақ елінен кешірім сұрап алдарыңызға жығып отырмын. Қазір енді маған бір ешкімде мәжбүрлеп бұл видеоны түсіргіздіріп отырған жоқ. Өзімнің қара басымды иіп алдарыңызға шығып отырмын. Семьяңа қиын болады. Қазір түсіресіңдер ме? Сразу салып, осы жерде салып. Әруақты кісі, әруақты жерден атып өртеді. Міне, оң құлағыммен тыңда, мен анамын. Аналардың атынан сөйлеп тұрмын. Жалпы сенің жолың кесілді уже. Жан жүрегімен жанып кешірім алмасаң, кетті, бітті, кетті, ұрпағыңа кетті.